Маматайым менің. Сізді ойласам, кеудемдегі жүрегім дұрыс соғып сағыныштан жарылып кете жаздайды. Мені бәрі кішкентай қыз деп ойлайтын шығар, бірақ мен бәрін түсінем. Сіз өмірден өткелі есейіп кеткендеймін. Үйге келген сайын алдымнан шығатындай көрінесіз. Бұрынғыша қатты құшақтап, мектептегі қызықтар туралы әңгімелегім келеді. Мойныңызға асылып, еркелеп, рахаттана күлгім келеді. Сол күндерді қатты сағындым. Сол кездер бір сәтке ғана оралса ғой шіркін. Армансыз иіскеп, бетіңізден сүйіп сағынышымды басар едім. Мама, сіздің құрсағыңызда жетілмесем де, құшағыңызда өстім. Омырауыңызды ембесем де, мейіріміңізді қанып іштім. Бала болсам да бәрін ұғынамын. Сіз менің анамсыз. Құндақталған кезімнен бауырыңызға басып бар жақсыны маған бердіңіз. Мен ең бақытты перзент болдым. Балалық шағымның бояуын көркем, аспанын бұлтсыз, мұңсыз еттіңіз. Мен бәрін білем. Алғысым шексіз, мама. Сіздің берген тәрбиеңіз бен ақылыңызды есімнен шығармаймын. Мені кішкентай күнімнен тазалыққа үйреттіңіз. Өтіріктен, ұрлықтан аулақ бол деп өсірдіңіз. Өмірден өтсеңіз де бас ұстасым өзіңіз боп қала бересіз, мама. Я себя очень сильно люблю. Мама, сіз менің ойымдағы ең жақсы, ең қайырымды, ең еңбекқор анасыз. Мен сіз туралы қазір қайда екен, бізді көрем екен деп жиі ойланам. Қасымда мамам жүрсе бәрі басқаша болар еді деп қоям. Сөйтемін де тағы да армандап кетем. Кішкентай болсам да жер бетіндегі барлық адамның ақыр соңында алысқа кететінін білемін. Оларға тек дұғамен көмектесе алатынымызды да білем. Сол үшін Алладан сізге қамқор болуын жалынып сұраймын. Мама, мені бәрі Раисаның қызы деп біледі ғой. Мен үлкен жетістіктерге жетіп, сіздің атыңызды шығарғым келеді. Сіздің есіміңізге ешқашан кір келтірмеймін. Раисаның өсірген қызы деген атқа лайық боп жүрем. Маматайым, сеземін, сіз де мені оңайлықпен тастап кетпеген шығарсыз. Жұмысқа кеткеннің өзінде сағынып қалушы едіңіз. Біз бұлай ұзақ уақыт ажырап көрмеген едік. Сіз бірақ уайымдамаңыз, мама. Менің қасымда сізді тура мендей жақсы көретін Фатимаңыз бар. Сіз де оны ерекше жақсы көріп едіңіз ғой. Білесіз бе, ол да қатты қиналып жүр. Раиса апама көп нәрсе айтып үлгермедім деп жылайды. Ересек адамның жылағанын көру қиын екен, мама. Кейде не дерімді білмей қалам. Мен шынымды айтсам, ол кезде енді жаңа ғана босанған едім. 40 күн енді болар болмас еді. Шын айтсам, мен сенген жоқпын. Қазірде мысалы, Раиса апаның жоқ болса да, жүрегім әлде мойындағысы келмеді оны. Ол кезде шынымен қатты қиналдым. Раиса апа қайтқан күні, оның денесін алып келген күні мен үлгере алмадым да кіруге қоштасуға. Осы күн әлде ойлаймын, ол кісіге жаңағыдай мүмкін айта алмай кеткен, я болмаса менің бір жазған қателіктерім бар шығар. Қоштаса алмай, сол сөздерімді айта алмай кеттім деп, соған кішкене іштей өкініш бар да. Сізді бәрі ер мінезді, қайсар қыз еді дейді. Әрине, сіз Періштің жайығынан, оның ағатайынан тараған қызсыз ғой. Исатай батырдың 4 буын ұрпағысыз. Мықты болмағанда ше, өзіңіз 5 ағайындының ішіндегі жалғыз қыз болсаңыз да бәріне бас болдыңыз. Тұңғыш бала болғандықтан бәрін қамқорлап жүрдіңіз. Орал қаласында білім алдыңыз. 25 жыл бойы бір орында еңбек етіп, қарапайым жұмысшыдан қаржы директорына жеттіңіз. Ойлап қарасам,
өте жауапты қызметте болсаңыз да, әрқашан бізге уақыт таба біліпсіз. Қанша шаршап тұрсаңыз да бізге көңіл бөлетінсіз. Сізбен жұмыстас болған аға-апайлардың бәрі өте еңбекқор, әділ, талапшыл болғаныңызды айтады. Компанияның дамуына көп еңбек сіңірген адам дейді. Үйде кәсіби саладағы ерен еңбек үшін деген медаліңіз тұр. Басқа медаль, мақтау қағазы, дипломдар көп ақ. Оларға қарап, сіздің мықты маман болғаныңызды түсіндім. Сіз өмірден өтсеңіз де, басшыңыз, жұмысыңыздағы аға-апалар бізді есінен шығармай, қамқорлап келеді. Сіз туралы тәтті естеліктерді естеріне алып, өзіңіздің жарқын бейнеңіз туралы әңгімелеп отырады. Олардың сөздерінен сізге деген сағыныштың оты әлі де басылмағанын сеземін. Ұжымыңыз сіздің екінші отбасыңыз еді. Өзіңіз де солай деуші едіңіз. Шынымен де бәріңіздің бір отбасы екеніңізді түсіндік. Жай отбасы емес, бір-бірін қадірлейтін үлкен тату отбасын көрдік. Райса менен жақсы жұмыстас болды, Райса жақсы сырлас бола білдік, дос бола білдік. Жасы кіші болса да ақылын айтып отыратын Райса менен жақсы бірге жүрдік, ортаның гүлі еді Райса деген. Мама, мен сізді сағынған кезде заттарыңызды алып көз алмай қарап отырам. Бәрі сізді есіме салады. Ал достарыңызды көрсем, өзіңізді көргендей болам. Олар да сізді сағынып жүр. Жан құрбымның ешкімде ойлаған жоқ бұндай. Елудің тек қана үшеуіне келіп, бәрімізді аяқ астынан бәріміз тастап кете барды. Әлі талай 80-ге келгенше бірге жүреміз деп әзілдеп ойнайтын едік. Өзінің бауырына салған қызы бар, менің қызым бар. Талай қыздарымызды ұзатамыз, қызығын бірге көреміз деп армандаушы еді. Қартайғанда, кемпір болғанда да бірге жүреміз ғой, сүйретіліп, қыдырып деп армандаушы еді. Бірақ адамның қалағаны емес, Алланың қалағаны болады дейді ғой. Алланың қалауы солай болды, өте өкінішті. Енді ан жаққа барып тынышталып жатқан шығар. Онда да жақсы адам керек деген, сол жақсы адам болып сол жерде жатқан шығар. Бірақ та өмірімде ешқашан ойламаймын, что оны ұмытып кетемін деп. Мен даже ұмытқым келсем де ұмыта алмаймын. Бір көшеде жатқанда, даже түнде жатайын деп жатқанда, ұйқыдан таңертең оянғанда, бірінші мысалы Құдайды есімізге түсіреміз, бісміллә деп тұрасың, содан кейін Райсаның бірдеңелер есіңе түсіп кетеді. Ол ешқашан да ұмытылмайтын адам. Өз басымның жүрегімде енді білмеймін, өзім ешқашан ұмытамын деп айта алмаймын. Ал енді құрметті құрбылар, сіңлілер, бауырлар, ұжымдастар, класстастар, жанұямыз аман болсын. Көрінген балдарымыздың тек қызығын көріп, аман есен жақсылықта кездесуге нәсіп етсін деймін Алла. Сізді танитындардың бәрі жақсы адам дейді. Ал мен жақсы адамдар жәннатқа барады. Оларға Алла тағала үлкен сый дайындап қояды деп естігенмін. Солай болсыншы. Алла тағалам, менің мамама өзің жәрдем берші. Оны жәннатқа кіргізіп, сыйыңа бөлеші. Менің мамам жақсы адам. Өтінем, Алла тағалам, менің мамам жақсы адам.